Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз отбасылық зорлық-зомбылықтың қандай да бір түрі болсын қатаң айыптаймыз. Бірақ осы бір атауды бетперде қылып, ғасырлар бойы қалыптасқан ұлттық менталитетімізге, әдет-ғұрпымызға, отбасылық құндылықтарымызға күйрете соққы беруді көздейтін қазақы болмысымызды батыстың батпағына тұншықтыратын заңға қарсымыз. Бұл заң түбегейлі қабылданып кетпеу үшін барша қазақты үн қосуға шақырамыз. Егер бұл заңға жол берсек, біріншіден, сіз балаңыздың ата-анасы емес, жай ғана асыраушысы болып қаласыз. Екіншіден, ата-ана ретінде дауыс көтеріп қойсаңыз, балаңыздан бір жола айырылуыңыз мүмкін. Үшіншіден, ондай жағдайда балаңыз мемлекеттік мекемелердің емес, жекешеленген кризистік орталықтардың қарамағында болады. Төртіншіден, тұсау кесу, сүндеттеу секілді дәстүрлі әдет-ғұрыптарды балаңыздың рұқсатынсыз жасай алмайсыз. Бесіншіден, балаңыз жынысын ауыстырам десе де, бір жынысты некеге тұрам десе де, ата-ана ретінде қарсы шыға алмайсыз. Бұл біздің тамырымызға балта шауып, адам ретінде азғындатып, ұлт ретінде жойып жіберудің төте жол емес пе? Алтыншыдан, отбасылық ішкі мәселелердің барлығы, ішер асыңыз, киер киіміңіз, беретін тәрбиеңіз, тіпті үлкенді кішілі ұрыс-керістеріңіздің барлығы мемлекеттік емес ұйымдардың бақылауында болады. Қысқасы, ыдыс аяғыңыз сықыр етсе, есігіңіз тықыр еткелі тұр. Сіз мұндай жұмыс ұйымдардың заң арқылы жанұяңызға кіріп, айрандай үйіп отқан отбасыңызды ірікті ертуін қалар ма едіңіз? Біз оңтүстіктің ақындары, елжанды азаматтар ретінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтан, парламент мәжілісінің спикері Нұрлан Нығматуллин мырзадан ұлттық болмысымызға мүлдем жат мұндай сорақы заңның қабылдануына жол бермеуін сұраймыз. Біз бабадан қалған дәстүр бойынша өз отбасымызға өзіміз ие болғымыз келеді.